мұнай сервис компаниялары жылдар бойы жобалау жұмыстары Қазақстанда өту керек деген ұсыныстар жиі айтылып келеді. Соған орай КПО-ның позициясы, яғни осыған орай сіздердің әрекеттеріңіз қандай? Біздің әрекетіміз, бізде ол бағыт бойынша қазір нақты нәтижеміз бар. Шыны керек, енді тағы да мен қайталайын, тарихымызда бірінші рет КПО компаниясы қазіргі таңда жергілікті компанияға ұзақ мерзімді жобалау жұмыстарын контрактысын берген болатын. Бұл жерде әрине ол жоғарғы деңгейдегі жобалау жұмыстары, өкінішке орай енді бұл жерде толықтай ол қазір Қазақстанда жасалынбайды. Бірақ біздер ішіне қойған жоспарым, контракттың ішіндегі қойған енді келісім шарттағы ішінде басты міндеттердің бірі, ол 50%-дан кем емес жұмыстар осында жұмыс жасалу керек, ондай бұрын болмаған. Және қателеспесем, қазір 70-80% біздің жергілікті инженерлер болу керек. Инженерлер жергілікті қазақстандық болу керек. Сондай келісім шартқа мысалға біздер пункттерді қосқан кезде, тендерді бастаған кезде, әрине оны оқиды компаниялар, шетелдік компаниялар оқиды, бәрі көреді. Олар келіп, Қазақстанда енді ол жерге біз кіріспейміз, кірісе де алмаймыз. Олар өздеріне серіктестер тауып, өздері мысалға біріккен компаниялар құрды, сөйтіп бізге бірнеше ұсыныстар түсті. Соның ішінде қазір жергілікті компаниямен жұмыс жасайтын шетелдік бір компания екеуі бірігіп бізге жұмыс жасай аламыз деп сондай тендердің нәтижесі бойынша жеңіп алды. Және былтыр біздер 7 жылдық ұзақ мерзімді контрактты бірінші рет соларға жеткізген болатынбыз.